қарасайды Осман әбден параны алып көтеріліп алған ғой. Мыналардың бәрі взятка алып көтеріліп алғандар ғой. Негізі бар ғой. Өзімізге келіп бизнес ашып, жұмыс бастауға болады негізі. Қумашы, қаяқтағы бизнес Қазақстанда никак көтеріле алмайсың. Ертең бір нәрсе аштың, акимат, налогы бәрібір жауап тастайды сен. Болады. Жоқ ей. Болады. Короче, осындай түрлі кішігірім бизнес, шаурма, донер деген сияқты қасыма адам керек болады, келсе бірге істейік, ақшасын бөлеміз, брат. Қойшы, күніне бір 5-6 теңге табатын шығарсың. Ондайға желание жоқ сосын. 3 ай бұрын мына арттан жүгіріп жүрген бала еді ғой. Мәшем адам танымай кеткен ғой. Бізде жүре бермей бір осындай бизнес ашып алу керек еді. Қойшы, қаяқтағы бизнес, ертең бизнес ашасың, жауап тастайды артынан акимат, налоговый дегендер керек емес. Кішкене қимылдап көру керек еді. Қойшы. Неосознанно все делаешь шаг, где реагенты, чекни глаза, в кармане пятка и 5К, тоқта. Сөйле. Қайдасың, Адик? Шаруамен жүрмін. Қандай шаруа? Өтірік айтпашы, сен PlayStation'дасың ғой? Ақсөле, сен кесірінен гол жері болдың, мен саған қашан айтам, PS ойнап отқанда вообще звондама деп. Сен ше мен қанымды ішіп біттің, сенмен вообще басқаша сөйлесу керек. Ағай, бұл мен қаным ішкен деп әлі дей, қан аямай тұрып алыңызшы. Айтып тұрған қара. Братан, сіздерді осы тілдің астында қан алады ғой, иә? Иә, аламыз. Онда анау Ақсәуленің тілінің астынан жақсылап алып тастаңдаршы. Соңғы кезде көп звезда өтіп кетті. Қайда шықтың бауырым? Алматыға сол 9 бітіріп оқуға тапсырайын деп, Қанат Жапаров сияқты өнер жолында бір әзілкеш болғым келіп отыр. Қанат ол өнерде оқымаған ғой, темір жолда оқыған ғой. Да? Иә. Онда анау Иманбек сияқты Грэмми алып мықты бір музыкант болып, диджей болып деймін ба? Ол да темір жолда оқыған ғой. Да? Иә. Онда анау Жанабілов сияқты гиф ойнатып, ақша тауып, шиковать етіп, мықты бір топовый блогер болып жүрмеймін ба? Ол да темір жолда оқыған, ол колледж оқыған. Астанада. Қош? Иә, сен айтып отқандардың бәрі темір жолда оқыған. Кім оқыған? Сонда өнерде? Чадам өнерде ма? Мен оққам ғой. Чадам. Әкендер билеттерін өріндір кәнеке. Не өкпетті? Онда өнер жолын темір жолдан бастайын, Казантыға тапсам онда. Сөйтпесем болмайын еттім ба? Құрметті коллегалар, бюджеттен $200,000 ақша бөлінді. $100,000 орман ресурстарына, $100,000 жастарға бөлеміз. Америка жасасын! Дорогие коллеги, нам бюджет выделен 500 тысяч рублей. 300 тысяч рублей на детский сад, остальные Серега, Саша, ну вы поняли, да? Вперед, Россия! Вперед, Россия! Алло, Саке, ақша түсті ма? Все, ертең счетқа аударып қойыңыздар. Аха, давайте. 17 миллион теңге түсті бюджеттен. О, дұрыс болды. Мен інімді как раз 10 миллионға оқуға жібереміз, 5 миллионға Мальдиваға барамыз. Сосын мен сотталып кетейін, иә? Вот 2 миллион қалды ғой, сонымен решать ете саламыз. Ну, как обычно. Құрметті шенеуніктер, әйелдеріңізбен емес, халықпен ақылдасыңыздар. Зато 2 миллион қалталарыңызда қалады. Начинает вытаскивать, воровать деньги. Вы просто трусы. Головой отвечаешь. Суш, пицца, жегірлер, жеуден тап макгрегерлер, абаригендер, Сәлем достар, үйде отырып 5 мыңнан 25 мыңға дейін ақша тапқыларыңыз келсе, бар болғаны маған WhatsApp-та жазыңыздар. Так, бұл видеодан кейін бір күтіп ой келу керек. Келет. Қандай керемет. Құрметті көрермендер, мені жаным маған бриллиант сыйлады. Айтпақшы, күніне 30 мыңға дейін жуық табыс тапқыларыңыз келсе, маған жазыңыздар. Мынадан железно бір 6-7 тупой келеді, көресің. Алло, Мадина, үйдесіңдер ма? Жоқ, Сахинанды апарайын деген едік қой. Сосын Мадина не ғой, үйде отырып табыс тапқым келмей ме? Жарайды, жоқ, жай айтып атқаным ғой. Давай. Кетіп па?
иә анау бауыр туысқа айтпай ақ қояйықшы, өтініш. Ешкім сенбейді бізге. Ана инстаграмдағы тупойларға айтып жүре берейікші. Ömrüm tuğan jerim Rahim nurım tuğan jerim Aşklarım al beşegim Yüreğim Қалай сүйдім сені, қолай сүйдім сені, жүрегімді ұстап, жылай сүйдім сені, сені. Тек мені сүйді, дара қызым деп, еркелетушім Bittin taslar bittin bastar Sen biten zat var Ешкімге айтпа астар дамыты где твой план, что все это заработало 30 жылға дейінгі қарулы күштерді құру дамыту Папа өшіріншісінің ақшаны жеп алады да өтірік айтады дейсің. Кет ёпты вашу мать, көршілер де мен сөйтіп ойлайтын шығар. Сіздің не қатысыңыз бар о жаққа? Қалай не қатысың бар? Шешеңе 100 000 теңге берем мен пылесос ал деп. 30 000 теңгесіне пылесос алып қалтасына қалған басып алады. Саған ақша берем, киім ал деп. Балалармен қыдырып жүресің, өзіңе дым алмай. Мынаған өткенде ақша бердім ғой мен. Сотқа ал деп. Қызын алып беріп сотқа құсық телефон алып апты қыздың. Одан кейін жүнжіп жүресің. Кім жаман, папа жаман одан кейін. Отағасы, кешіріңіз. Кешіріңіз ба? Папа кешіріңіз. Бірақ осындай да бар ғой. Елбасы да естімей қалады. Ескертіш қой десем қалай? Оны айтса да, онда келесі баламда Нұрсұлтан қоям. Қатынай, светтешіп, балалар далаға. Құрметті мемлекеттер, бүгін бізде Қытай сені ұрып тұрсын. Тез шығып кетші мынаяқтан, а то біздерге жұқтырасын. Апай Қытайды үйіне апарып қойсаңшы, екеуміз бірге орта тұрамыз. Так, онда балалар, тыныш отыра тұрыңдар. Мен қазір Германия апайларымен сөйлесіп айтайын. Тыныш отыршы. Мен ба, біліп басташы бірінші. Шығасың ба? Шығам ма? Шығасың ба? Кесте қарап тұрмайым. Тыныш отсаңдаршы, апай айтты тыныш отыр деп. Шуламасаңдаршы. Мен шуама қойын. Мен көтерілсем, любой старсыңды орнына қойып тастаймын. Тыныш отырыңдар. Сенің дым намек түсінбейтін жігітің. Бүгін күн ыстық, мороженое жейтін күн болып тұр екен, иә? Айтпаш, кеше семіз шығатын күн болып еді. Бүгін күн асып кетті. Жинсық киіп секеміз. Жана сақинанғаш әдемі, иә? Иә, әдемі екен. Жасатын сияқты. Неге осындай тақпайсың? Қой, давай, Жан. Жан, үйдеңге кетіп қойған ғой. Бір жағына арқамда отыр. Может, маған массаж жасап бересің, а? Серьезно? Давай. Что там, қалай жаным, бәрін нормально ма? Хиджамат центр ғой, бұл жерде бәрі супер. Сенен аламын тек